Алинур баламыз, енді Алинурды бұйырса спортқа жазып жатырмыз. Мен ағасы ретінде Алинур баламды толық өз қорғауыма алдым. Заң аясында сіздердің айтқан сөздеріңіз біздің құлағымызға жетіп, толыққанды тегін іс біткенше көмек көрсетеміз. Ол іс біткеннен кейін де ары қарай арманның орындалуына да көмек көрсетеміз. Тек сабағын жақсы оқысаң болды, Алинур, дұрыс па? Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Какие у тебя планы на будущее? Полицейский. Хочешь быть полицейским, бороться с преступниками. Бұл баланың өзінің арманы бар. Болашақта полиция қызметкері болғысы келеді екен, прокурор болғысы келеді екен. Мен бұл баланың өмірін өзім бақылауда ұстап отырамын. Надо хорошо учиться. Орыс мектебінде оқыған, қазақша түсінесің ғой? Қазақ тілінен жақсы оқиды екен. Қазақша сөйлесе аласың. Дұрыс. Өзіміздің енді шыны керек бауырымыз, ініміз, баламыз, әр азамат менің жалғызым. Мен осы істің жіті қадағалауын алып, іс біткенше сіздермен ақпаратпен бөлісіп отырамын. Ұмытпай! Қасында әке шешесі жоқ балалар, Құдайдың баласы. Құрметті қазақ елім, мына қазіргі видеоны Алинурдың әжесі Нұржамал апайдың өзі түсіріп жатыр, өзінің келісімімен. Қылмыстық іс бойынша заңды өкілі ретінде танылдым. Қазіргі таңда бұзақылық жасаған азаматтарға қатысты қылмыстық іс тіркелді. Қылмыстық іс бойынша Алинур батырымыз жәбірленуші ретінде танылды. Мен өтініш хат жазып қойдым. Қылмыстық істе моральдық және материалдық шығынды өндіру бойынша, Алинурдың еміне кеткен ақшаны өндіру бойынша азаматтық талапкер ретінде тану туралы қаулы шығаруды талап етіп жатырмын. Енді заң бойынша Алинурды толыққанды өз қорғауыма алдым. Алинурды өзіміз қорғап, заң аясында бәріміз бірігіп, әділдік үшін күресетін боламыз. Осы үйге келіп, полиция қызметкері келді, прокурор келді, жаңағы инспекция по делам несовершеннолетних, отдел опеки, бір топ азамат келіп, акт-шеля жасап кетті менің қатысуыммен. Заңды өкілі ретінде өзімді таныстырып, барлық құжаттарға қолымды қойып кеттім. Батыр, Алла берса Алинур жазылып, емделіп, елімізді, жерімізді қорғайтын мықты азамат болатынына мен кепіл сенемін. Ол үшін Алинур сабақты жақсы оқу керек, білім алу керек. Семей жақта 9-шы мектеп оқушылары кішкентай ғана құлындай ботақанды аяусыз соққа жығып ойларына келгенін істеген видеоны көрген шығарсыздар. Бұл оқиға жайлы журналистер айтып жатыр. Менің жаныма бататыны олар тек қана айтып жатыр. Ақпаратты сендерсіз ақ білеміз біз, көріп жатырмыз, соқыр емеспіз. Құрметті блогерлер, осы салада жүрген азаматтар, сіздер қандай да бір амал қолдану керектігін айтып, пікір қоссаңыздаршы. Бұл жердегі менің пікірім, ана балаларды мен бала деп айтамаймын, олар бала емес, бәлелер. Оларды қандай ана туғанын да білмеймін, мен тікелей солардың анасына да тіл тигізіп тұрмын, егерде байқасаңыздар. Сонымен қатар менің жаныма батқаны жаңағы балаларды тек қана полиция учаскесінде тіркеуге қойып қойыпты. Сонда не, ол балалар жазаланбай ма? Ол балалар сонда осылай кете бере ме? Ата-аналары жазаланбай ма? Ана кішкентай ғана құлындай ботақанның болашағына балта шапты ғой, олар білесіздер ме? Психологиялық травма. Сонымен қатар жаңағы кішкентай бала, ол апасының қолында тұрады екен деп естідім. Жақында ғана анасынан айырылған екен. Ана азғындар, малғындар, нақұрыстарды соттау керек. Жасөспірім болмақ түгілі кім болса да. Аналар болашақ қылмыскерлер, малдар аналар. Ата-анасына миллиондаған штраф салып жазаға тарту керек. Ассалаумағалейкум, мынау кішкентай бала емес, бәлелерді қараңыздар. Прям издеваться етіп жатыр, жерде жатыр. Семейде болған жағдай. Мынау теуіп жатыр, ұрып жатыр, мынаны қараңыздар. Жалынып тұр. Қарай алмайсың даже бар ғой. Қарашы, мынаның түрлерін қара. 14 жасқа толмағандар дейді, жасөспірімдер дейді. Қараңыз, осознанно істеп тұр мыналардың. Бәле мыналар, бала емес бұлар бәле. Енді сіздерге айтам, бұлар білгендерін істейді. Неге? Себебі безнаказанность порождает жестокость, порождает преступление. Неге? Себебі бізде статья бар, 140-я. Қараңыздар сіздер бұл жерде. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего дейді. Бұл жерде 160 МРП штраф әкешесі. Қылмыстық жауапқа тартылады. И патологы 40 сутка арест. 40 сутканы бермейді, 20 сутка, 15 сутка береді. Енді өзі жасаған жоқ, специально емес деген сияқты, бала шағасы.
И 160 мрп штраф емес ол жерде 80 не болмаса на усмотрение суда 25 мрп штрафты да бере салатын кез болады. И әрине білген істейді бала шағасы. 14 жасқа толмаған кез келген жасөспірім қандай да қылмыс жасайтын болса жауапкершілікке тартылмайды. Онда ертең барлығы осыны біліп алсында балаларын закладқа беріп бар етсін, онда жауапкершілікке тартылмайды, қылмыс жоқ деп. Адам өлмесе болды деген секілді. Қалай осында әке-шеше спокойно жата береді. Патолог 40 сутка басқа дейді. Заңды күшейту керек. Дәл осы вопрос көтеру керек. Депутаттарға айтарым. Құрметті достар, сіздер де үлес қосыңыздар. Мықты депутаттарды, білетін кісілерді өздеріңіз солар белгілей кетіп, лайкты да басып, комментария жазып, осы видео кең тарауына үлес қосыңыздар. Неге? Себебі мен өзім үшін емес, басқа үшін емес, халық үшін қарапайым. Не болмаса жаңа таяқ жеп жатқан жетім жігіт, жетім бала. Сол үшін осылай шырылдайды. Неге шырылдамаймын? Себебі қылмыстық жауапкершілік жоқ. 140-ші бап бар. Ол 140-та еш нәрсе. 40 сутка деген ол ойыншық. Адымен де олар елдер көп алып жатады. Ертең білген істесін бала шағасы. Ертең мына жерде комментарийде жазылған еще. Сіздерге оқып айта кетейін. Международный конвенция бар ООН-ның Генеральный ассамблея ООН 20 ноябрьда 1989 жылы. Енді ол жерде жазылған назначение 14 жасқа толмағандарға назначение наказания в виде лишения свободы дейді. Нарушает право ребенка дейді. Признаны международным правом дейді. Нарушает право ребенка. Жарайды. Өзгерте алмайсың. Конвенция дейді, басқа дейді. Кішкентай баланы жауапкершілікке тарта алмайсың. Өзгерте алмай жатсың. Онда он қарамаған үшін әке-шешесін привлекать ет. Пускай өзінің баласы үшін, өзі туды ғой бала шағасын. Өзі воспитать етті, направление берсе, қалай? Былай жүр десе, былай жүреді, былай жүр десе, былай жүреді. Тәрбиелейді 14 жасар баланы. Пускай әке-шешесі наказание алсын. Заңды өзгерту керек, сәл күшейту керек. Неге? Себебі бұлар білген істейді қазір. Он жаңағы видеоны көреді, оның класстастары көреді, басқа недегілер көреді, школдағылар. Мыналарға еш нәрсе болмайды, бұлардың порядығын айтайын, не болатын, қандай жаза. Бұларды алады да учетқа қояды жаңағы. Одан кейін әке-шешесіне 127 мен штраф салады, адымға привлекать етеді. Максимум жаңағыдай резонанс болатын болса 140-ші бап уголовный кодексі сомен жаңағыдай сотқа материал жібереді. И то кінәні мойындаймын, басқа дейді, уголовный проступок. Ол жерде штрафпен құтылып кетеді, болды. Басқа ешқандай порядок жоқ, ешкім воспитывать етпейді оны. Үйіне апарады, ана жынды, бала шағасы жынды, әке-шешесі точно сондай. Барады басынан сипайды, молодец, осылай да осылай. Қазақтың баласы ғой, қазақтың баласына ұрдың дейді, болды. Так что солай, құрметті достар, қалай намыстанбайсың, қалай жынданбайсың. Өзгеріс керек. И осы видеоны кең таралуына және үкімет басындағы депутаттарымыз, ағаларымыз, көкелеріміз құлақтарына жететіндей осы вопрос көтеретіндей болу керек. Сау саламат болыңыздар, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. И виноваты все мы, общество, что мы позволяем вот так вот воспитывать наших детей, вот так разваливать образование, как оно развалено. Сегодня в образовании вообще не занимается воспитанием нисколько. И если родители не справляются с воспитанием, то и школа тоже умывает руки. Да, это ненормальное явление. И то, что мы увидели, это просто сегодня норма взаимоотношений, когда один себя считает круче другого. Это есть и в нашем обществе, когда для одного закон, для другого ты друг. Да, то есть совершенно такие двойные понятия, циничные. Вот результат того, что мы увидели. Это результат того, что родители не знают своих обязанностей, не выполняют их, в том числе. Это вообще отношение к человеку вот в нашем обществе. Вот такое. Оказалось, что это мальчик-сирота, многодетная семья, его воспитывает бабушка. И эти дети, которые на него напали, они, конечно, это знали, что они отпора не получат. Мало того, видно, что это дети делают не первый раз, которые напали, что для них это норма. Неужели никто об этом не знал? Неужели никто этого не видел? Почему никто не принял меры? Это говорит и о службе нашей ювенальной полиции, о провале вообще системы воспитательной работы. Так, с этим разобрались. Как наказать детей, чтобы другим неповадно было? И чтобы Вы знаете, мальчик почувствовал себя... Вы знаете, что он живет в справедливом по-моему, обществе. там разобрались, очень жестко. Детей определили в интернат для детей с девиантным поведением. Главное, чтобы в этом интернате дети потом не сбивались в стаи, и когда вышли бы оттуда, стали еще жестче. А чтобы там реально происходило изменение человека, да, в сторону его гуманизации. Да, вот это очень важно. Там очень жестко подошли к родителям. Оказалось, что 2 детей из опекаемой семьи, то есть они были взяты под опеку, надо теперь разобраться и с этим. А как они взяли под опеку? А как они занимались с этими опекаемыми детьми? Там много вопросов вот в этом всем произошло. Совсем нужно разбираться с каждым моментом.